Сәлеметсіздер ме, менің тыңдармандарым. Бүгін мен сіздерге бел ауруының психосоматикасы туралы айтатын боламын. Ең алдымен бел ауырған кезде адамдар не туралы ойлайды? Бел ауырған кезде адамдар мен ауыр көтергеннен белімді ауыртып алдым деп ойлайды. Немесе мен ыстықтап тұрып салқын кондердің қасына келдім, сол кезде беліме салқын ұстап қалды деп ойлайды. Немесе тағы басқа сол сияқты толып жатқан себептерден белім ауырды деп неше түрлі дәрілер алып ішіп, әртүрлі дәрігерлерге жолығып, өзіне қарай бір диклофенак салдырып емделе бастайды. Негізі көп адамдар осы бел ауруының психосоматикасына мүлдем мән бермейді. Психосоматика деген не? Психосоматика деген белгілі бір аурулардың қайдан пайда болғанын анықтайтын ғылымның саласы. Оның түп төркіні неден шықты, неге ауырды, соның себебін анықтайды да, соның салдарымен бірге күреседі. Егер де өстіп бел ауруының себебін тауып, сол бойынша жұмыс жасайтын болсаңыз, қайтадан ешқашан сіздің беліңіз ауырмайтын болады. Ал егер де сіз медикаментті емделетін болсаңыз, дәрігерлерге барып емделетін болсаңыз, онда сіздің бел ауруыңыз келер жылы, одан кейінгі жылы, әр жыл сайын сізді мазалап тұратын болады. Енді сіз психосоматқа барасыз ба, әлде медицинаға емделесіз ба, ол жағын өзіңіз шешесіз. Енді бел ауруының психосоматикасы қандай деген сұрақ қойғым келеді. Бел ауруының эмоцияға қатысы бар, жүйке жүйесімен байланысы бар. Адамдардың уайым туралы ойларының бел ауруының белең алуына тікелей қатысы бар екенін біле жүріңіз. Яғни бел ауруының психосоматикасы бар, ол кедейлік ауруы. Яғни ақша болмай қалама деген қорқыныш адамды билеп алған кезде орын алады. Адамдарда ақшадан проблема басталған кезде адамдардың белі сыр бере бастайды. Ақшаны қайтсем жеткіземін. Мен мына ақшаны айдың соңына дейін жеткізе аламын ба? Ақшам таусылса енді не істеймін? Кімнен қарызға ала тұрсам болады? Қай банк несие берер екен? Оны ай сайын төлеп тұра алам ба? Деген сияқты толып жатқан ақшамен, финанс туралы мазасыз ойлар келген кезде адамның белі ауыра бастайды. Сонымен бірге өз жақындарының қолдауын сезінбеген адамдардың да белі жиі ауырады. Қиын мәселенің шешімін таба алмаған кезде де белі ауырады. Егер адам өткен өмірі үшін қатты өкініп, өзінің ғана кінәлі екенін сезініп, неге солай жасадым екен, неге ойланбадым екен, неге сонша ақымақ болдым екен деген өзін жегідей жейтін болса, бел ауруы басталады. Бала күнінде қатал тәрбие көрген бала, ұрып соғып, зорлық зомбылыққа сондай тәрбиемен өскен адамдардың да өсе келе жасы 30-35-тен бастап белі ауыра бастайды. Жыл сайын емделгенмен одан нәтиже болмаса, онда психосомат маманға жолыққан дұрыс. Белдің жоғары бөлігі ауырама, әлде белдің төмен бөлігі ауырама, бұл да өте маңызды. Егер де белден төмен жағы ауыратын болса, яғни жамбасқа қарай, аяққа қарай, табанға қарай ауру сезімі берілетін болса, онда ақшадан қиындық көру, сенімсіздік, өмір не деген қиын, өмірден шаршадым дейтін кісілер ауырады. Қартаю туралы ойлағанда қорқу, маған кім қарайды, өз аяғыммен жүре алмай қалдым, енді қайтемін, өз тамағымды өзім іше алмаймын ба, дәретханаға өз аяғыммен бара алмаймын ба, қалай суға түсемін деген сияқты қартаюдан қорқу, қартайған кезде жағдайым қандай болады деген ойлар маза бермейтін болса, онда бұл
аурулардың психосоматикасымен жұмыс жасау керек. Яғни ауру сезімі байқалып тұрса, ол протрузия мен грижа. Бұл адам өзінің болған нәрсеге көндіге алмауы деп түсіну керек. Жаңа нәрсені қабылдай алмау деп түсіну керек. Түсінген кезде, бұны анықтап алған кезде, бұл аурумен күресу әлдеқайда жеңіл болады. Бұл кісі жағдайды өзгерткісі келеді, алайда қолынан ештеңе келер емес. Яғни өзіне ұнамайтын жұмысты істеп жүрсе, омыртқа дискілері немесе нервтер сыртқа шығып кетеді, немесе нерв қысылып қалуы мүмкін. Оның себебі бұл кісінің мойнында жұмыс көп, қолдаушылары жоқ. Бәрі осы кісінің мойнында отыр. Бұл қанша ашуланса да реттей алмай жүр. Солардың ойынан қайтсем шығам деген демалыссыз жұмыс жасай беру де бел ауруына алып келген. Яғни не істеу керек? Қалай емделе аламыз? Өз-өзін қолға алу керек. Яғни сенімділікті арттыру керек. Өзін өзі жақсы көре бастау керек. Мақсат міндетін анықтап алуы керек. Психологқа немесе психосомат маманға жүгінуі керек. Сол кезде бел ауруының психосоматикасы анықталып, аурумен енді қайтып ауырмайтын боласыздар. Яғни бірінші өзіңізде себебін анықтап көріңіз. Ол үшін бір ыңғайлы жерге отырыңыз, көзіңізді жұмыңыз, арқаңызды тік ұстаңыз, түзу отырыңыз. Омыртқаңыздың түзу немесе қисық екенін сезініп көріңіз. Омыртқаңыздың қисық екенін немесе түзу екенін сезініңіз. Омыртқаңызда ауырлық бар ма, әлде жеңілдік бар ма, осыны сезініңіз. Мен өзім таңдаған гармонияда өмір сүріп жатырмын. Мен потоктамын. Мен өзімнің қанша уақыттан бері қинап келе жатқан бел ауруымды және өткен өкінішті өмірімді жіберемін. Белімнен ұстап тұрған спазмдардың бәрін босатамын. Енді менің өмірім керемет. Небір ғажаптарға толы болады. Бәрі өзгереді. Менің денсаулығым да, өмірім де керемет болады. Өмір деген ғажап. Деп өзіңізді барлық жақсы екеніне сендіре бастаңыз. Ақшаның ешқандай проблема емес екенін сезініңіз. Ақша табудың әртүрлі жолдарын қарастырып көріңіз. Бір айлыққа ғана емес, қосымша ақша көздерінің болуын ойластырыңыз. Және қазір онлайн жұмыс жасап ақша табуға болатыны туралы ойланыңыз. Ақшаның қолдың кіре екеніне, ақшаны кез келген уақытта таба алатыныңызға өзіңізді сендіріңіз. Сол кезде сізде ақшамен ешқандай проблема болмайды. Ақша ол қолдың кірі. Мен қаласам 10 миллионда табалам. Мен қаласам 100 мыңда табалам. Ол менің ақылыма байланысты деп өзіңізді сендіріңіз. Сол кезде олмен күресу әлде қайда жеңіл болады. Енді бүгінгі айтқан менің мәліметтерім сізге ұнаған болса, онда міндетті түрде өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздің бел ауруыңыз бар ма? Мен айтқан жоғарыдағы нәрселер сіздің бел ауруыңызға қатысы бар ма? Егер де бар болса, оны комментарийға жазып қалдырыңыз. Лайк басыңыз. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін сізге алғыс айтам. 364 түрлі аурудан аман болыңыз.
сау болыңыздар.